Йоу, қайсыңдар достар, сіздермен бұл мен және Еркебұлан. Бүгінгі видеода біз Русская деревня деген ойынды ойнайтын боламыз. Бұл өте қызықты ойын. Так, былай. Мынау қызыл Ниван көріп тұрған шығарсыңдар. Ол менің Нивам. Мынау Викторович. Кім еді? Осы өлеңді жақсы айтады негізі. Мынақта жұмыс істесеңдер болады, мысалы қараңдар. Міне. Мынақты отын жарсақ болады. Міне. Сөйтіп бізге опыт береді. Білмеймін опыт не үшін екен. Білетін болсаңдар комментке жаза кетіңдер. Бізге 50 рубль берді. Так, Нивамызға отырайық. Достар, негізі менікі қызыл жүгілі етеді. Бірақ мен оны сатқан жоқпын, бұл машина қайда екенін білмеймін. Так, ойбай. Кеше мен қызыл жүгілейді достарыммен аяқтан ұтып алғам. Ашин, ойлаңдаршы, бір реклама көрдім да, и осыны ұтып алдым. Міне Нива деп тұр оны. Негізі мен ойлап отқам, бірден ұтып алатын шығармын деп. 2000 рубль ма сондай. Наяқтан не? Наяқта, короче, бізде цыган. Мұны. Цыган. Оның артында бірдеңе бар ма? Осылар не істейді? Түсінмей қойын бар ма? Наяқта достар, кәдімде ауыл сияқты, бірақ бізге үй керек. Міне үйге келесі да, міне. Купить тоннег болсас. Көрдіңіздер, $5000. Ой, рубль дегенде. Бізде 2800 теңге. Енді бізге кішкене ғана жетпей тұр. Егер біз, достар, миссия орындайтын бол. Чё за хуйня? Егер де, достар, негізі мен кеше ойнағам. Ана жақта екен ғой, бля, тупой момент кішкене. Так, месендерге, достар, мен кешеше өзім ойнағам, видео түсірмей. Сол кезде мен ананы көргенде, ема ужас қоймау, ема қалай деймін де. Күлкім көп кетті осыған. Давайте видеоға лайк басып, арнаға жазылды ұмытпайық. Және де арнаға тіркеліп отырайық. Міне, наяққа келсеңдер, осы жақта жұмыс, короче, сиыр сауасына келесіздер де, шелекті аласыздар. Наяққа келесізді, қолды басасыз. Отырысын қалса, қарасаңдаршы. О, тұфой, қалай отыр. Ема. Ой, шынай. Бізге ақша берді ма? 60 рубль берді. Тупойский сауады осы. Так, еще мен тағы бір жұмыс қосып. Ой, бай. Содаға қытып келсің, біз оңға сермен немене береді? Паблин ба немене береді? Так, нақта достар, машинаны сол қол болмайды, өйткені нақта майыс кету мүмкін екен, еще жүрмей қалды. Мына бар екен тағы. Так. Жаңа достар, анаяққа барғанымыз, ол ана ауылға. Соға барып, сендер дискотека ойнап, және де тағы да басқа нәрсе істесіңдер болады. Міне келесі жұмыс. Көресіңдер, шоке боласыңдар ғой. Міне тауық күркеді. Енді наяқтан жұмыртқа алыңдар дейді. Келем. Алайын деп атсым, жұмыртқаның размерін көрдіңдер ма? Масқара оны. Тас қойғаның дейді. Еще қарандар, тауықты бүйтіп лақтырсыңдар болады. Ой, тастай салдым. Ойып. Ебан. Ныңыр. Нан лақтырған оны сынып қойған қара. Мә. Так.
Şunu salamamız. Osman. İyi salınsay. Evet, bizge 6 oyun edip dur. Так, Osman. Жай ғана қарап отпай лайкты басып кетіңдер. Және де арнан жазылып кетуді ұмытпаңдар. Достар, мына ойынды ше бизнес ашуға бола ма екен? Бір ферма, білмеймін, басқа нәрсе. Және де мына миссия орындасыңдар болады. Қазір көрсетейін. Жоқ, бұл емес. Память толып кетті, ё-моё. Міне. Короче, біз жануарлардан біз екінші уровень, және де фермадан біз бірінші уровень, стройкада біз мастерстводан бірінші уровень, және де сөйлесетін білмеймін деймін да. Бірінші уровень. Мықты шошқан тамақ берсеңдер болады, бірақ бұл шошқа не? Харам. Кеше достарымнан осының жұмысын істеп қойған соң абысты. Есіме сол кезде түсті. Қазір бізге миссия орындаса, тіпті керемет болар еді. Так, миссия қойыңыз. Так, достар. Ей. Мына миссия неге орындалмай тұр? Может, итін қосамыз. Түсіндім. Так, не дейді? Не үшін жүреді? Тыныштылар. Мынандай адамдарды ұрады екенбіз ғой, мен қақпай жүрсем. О, бір әйелді қақпай кетесің. Бәрі кәл. Типа біреудің бақшасы ғой, или мен бақшам ба. Ей, соңғы последний қалды. Көрдім. Болсай, жүгілі. Бәлі капотымын ескетті ол. Пішера жүгілі. Ұрлай жүрген алар. Ё-майы. Құры. Так, бізге 700 рубль берді. Дядя Гриша көмектесіңдер дейді. Ема тото, неқті қайда қоғылы ма? База жоқ. Сетка жай жүреді ғой, білмеймін. Ой, білмеймін дегенде достар. Мен папам балыққа барғанда мынандай сеткалар жарайды, соны алып атқан сияқты оны. Мына сетка деп тұр ғой үстінде. Толады екен ғой. Так, бүйтіп өтейік. Дерзкий ойын екен достар. Егер де мына шутер ойын, жоқ, офлайн болғанда, онлайнда бір достармен ойнайтын. Жүзі зор кетер еді оны, ема. Так. Болса, дядя Гриша. Соңғы последний қалды. Давайте, достар. Осы видеоны астына ше 15 лайк жинап қойсайықшы. Пожалуйста. Арнаға жазылып ұмытпай. О. Тағы да бізге ақша бар да. Финишке кету керек дейді. Ой, баяу. Ема. Вот. Орындап тастадық. Бізге 9 рубль берді. Дейді.
Çocukun kağamız. Mə. Ey. Çocukun kağam deyip kapotum mais gitti o maşını aldı. Ne öyle? Terminator mı? 30 jolдар деген uzak ekan onun. Vay bayağı. Suğa тимеу керек па? Ey мысық. Бәлі, мә. Bir adam қақып өткенсің. Мысық. Ема қақып өтеді қалансың. Полный скоростьпен жүреміз қазір. Дрифтинг жоқ екен ертең. Ема. Ема, апамыз деріске болып кетіп бара тұр ғой. Таяды екіміз қақып кетмейміз. Ойбай. Достар, жаңа менде соткымда память толып кетті. Жаңа алдымнан шыққан память толып кетті деп. Ендеше осымен видео аяқталады. Егер көп лайк жинасаңдар, мен осының келесі бөлімін шығаратын боламын. Тағы да қызықты нәрселер бар. Бизнес ашам. Міне көрдіңдер ма? Жүменде 5320 рубль. Мен уже үй сатып алсам ба деп тұрмын. Жарайды, онда сендермен болған бұл мен Еркебұлан. Баршаңызға аман сау болыңыздар.